Әскери сап түзеген бозбалалар елге адал қызмет етуге ант берді. Олардың ата-аналары жақындары ақ жол тілеп, қимастықпен шығарып салды. Отан борышына ең алғашқы тұңғыш немерем Нұржан Құдайберген. Немерем кетіп баратыр жаным. Аман есен отан борышын ақтап, отанымыз тыныш болып, жақсы кездесу болып жатыр. Жақсы шығарып салып жатырмыз. Балдарымыз аман есен оралсын. Солдатқа баратқан азаматтар, менің бірінші немерем армияға бара жатыр. Құтты сапар тілеймін. Бізде кезінде барып қайттық. Отанның алдында борышын өтеп, аман есен елге оралуына рахметімізді айтамын. Военкоматтар командирлеріне баратқан жерлерінде жақсы атқарып қайтсын. Салтанатты шара барысында патриоттық рухты асқақтатар әндер шырқалды. Ән әуені әскерге аттанып бара жатқан жас сарбаздардың жігерін жандандырды. Шара барысында жас сарбаздарға департамент басшылығы мен ардагерлер ақпатасын беріп, ел қорғау абыройлы міндет екенін атап өтті. Мен бүгін өзім ұлым Егізбай Ернарды әскер қатарына шығарып салып тұрмын. Ол деген әр жігіттің парызы әскерге барып отанын қорғау деген. Қорғамай әр жерде бір тығылып жүргеннен абыроймен барып, абыроймен келген қандай. Ол ештеңесі жоқ, қарап, бұлай қорқып қалғандар болмаса, енді ештеңесі жоқ қой. Балам биыл оқу бітіріп тағына барамын әскер қатарына деп, қазір шығарып салып тұрмын соны. Бәріне де денсаулық, амандық тілеймін. Ал әскерге аттанушылардың жүзінен мақтаныш пен жауапкершілік қатар көрінді. Жұртшылық жас өрендерді қимастықпен шығарып салды. Жастарға бағытталған жылы лебіздер олардың бойына рух пен сенім берді. Енді 25 сырбойлық жас сарбаз ел қорғаны болуға аттанып, Жамбыл облысындағы шекара қызметінде айбынды міндетін өтеуге жолға шығып, әскери қызметте шыңдалады деген сенім мол. Олжас Дәуіт, Нұрдәулет Шадымұрат, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.